Сәлем достар, құлпынайлы пирог дайындайтын боламыз. Кез келген құлпынай түрін қолдана берсеңіздер болады. Дәмі жақсы шығады құлпынайдың, және де жұп-жұмсақ пирог. Менің басқа да рецепттерімді жоғалтып алмау үшін подписаться етіңіздер. Ең алдымен 3 дана жұмыртқаны алып, оның үстіне шекерді құясыздар да ерітілген сармайды құйып, қаймақты салып, барлығының грамдары описаньда көрсетілген, міндетті түрде қарап шығыңыз. Дәл осы қоспаны жақсылап миксерлеп шығасыздар. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне 1 пачка ванилин және де жарты пачка қопсытқыш қосасыздар. Және де мөлшерленген көлемде ұнды салып, түйіршік қалдырмай жақсылап миксерлейтін боласыздар. Осы видеодағындай қоспа шығу керек. Енді бөлек ыдысқа осындай құлпынайдың үстіне 1 ас қасық крахмалды құясыздар да бір араластырып жібересіздер. Құлпынайдың барлық жеріне крахмал тиюі міндетті. Жетпесе қайтадан крахмал салып, қайтадан бір араластырып жіберіңіздер. Енді формаға дайын болған тестаның жарты көлемін құясыздар да бір тегіс етіп жайып шығасыздар. Бір тегіс шетіне дейін жайып болғаннан кейін үстіне мен видеода көрсеткенде құлпынайды қасықпен жайлап саласыздар. Себебі бірден салып жерсеңіздер, құлпынай бір шетте жиналып, пирогтың дәмі жақсы шықпай қалады. Сондықтан дәл мен көрсеткендей етіп жасаңыздар міндетті түрде. Енді үстіне қалған қоспаны қосып, үстін бір тегіс етіп осылай жауып шығасыздар да, дәл осылай сілкеп жіберіңіздер, сонда пирогтарыңыздың беті бір тегіс шығады. Енді дәл осы мен сияқты жұқалап бетіне құлпынай қойып шықсаңыздар болады, бірақ ол міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Дәл осы пирогты мен 180 градуста қызған пеште 35-40 минутта пісірдім. Дәл осылай шпажкамен тексересіздер. Міне керемет пирогтар дайын. Бетіне сахарный пудра сепкіңіз келсе себесіздер, себебі ішіне аз грамм шекер қосылған. Ас болсын, және де менің арнамда қандай видео рецепт көргіңіз келеді, соны комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде жасап салатын боламын. Енді дәл осындай пирогтарды келесіде тағы да түрлерін көргіңіз келсе, менің арнама подписаться басып, және де колокольчикті де басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда барлық видео рецепттер сізге бірінші көрінетін болады. Рахмет.